еліміздің аумақтық тұтастығына ешқашан қол сұғылмайды және ол ешқашан өзгермейді. Осылай дәл тағы да қайталап өтуіміз керек, себебі кейбір азаматтардың ата заңда елдің әкімшілік аумақтық тұтастығы өзгереді деп пікір білдіруі ол шын мәнісінде жалған ақпарат, таза манипуляция, өздеріңіз оны білесіздер. Керісінше, жаңа конституцияда мұндай әрекеттерге қазір де, болашақта да берік тосқауыл қойылған. Атап айтқанда, жаңа преамбулада мемлекеттің шекарасы мен аумақтық тұтастығына қол сұғылмайтыны анық жазылған. Сол секілді, 2-ші баптың 6-ші тармағында Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығы өзгермейді деп нақты көрсетілген. Бұл Қазақстанның аумақтық тұтастығы болашақта мәселе ретінде талқыланбайды деген сөз. Тіпті референдумға да болашақта бұндай мәселелер шығарылмайды дегенді білдіреді. Бұны бүкіл ел азаматтары білуі керек, түрлі жаңағы араңдаушыларға ермеу қажет осы мәселе бойынша.